Ассалаумағалейкум. Алдарыңызда Kia K7 2016 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 2/4 GDI системамен орналасқан. Жалпы бұл көлік қанша бензин тұтанады, соны көрсететін боламыз. Қанша бензин жейді? Қазір заправканың алдында тұрмыз. Бензин құйып жатырмыз. Полный бензин құйып, трассада 100 км жүріп, қанша бензин кететінін есептейтін боламыз. Бұл көлік жалпы оңтүстік Корея елінен әкелінген. Автомат қорапты. Зауыттан өз негізінде трассада 7/4 деп көрсетілген. Қаланың ішінде қала режимінде жалпы 10/4 жейді деп көрсетілген. Енді қанша жейтінін біз тексеретін боламыз. Нақтылай. Бірақ бұл жерде айта кететін нәрселер бар. Көліктің өзі 1,5 тонна шығады. 1 тонна 555 килограмм. Дөңгелегінің диаметрі 18-дік, зауыттан 17 болу керек. Бізде 18 дөңгелек тұр. 3 адам тұр. 3 адамның салмағы бар. Ол да өзінің рөлін атқарады. Міне алдарыңызда заправкада пистолетке қарап отырмын. Яғни бакты полный қылып пистолет атқанға дейін бензин құйып жатырмыз. Енді зауыттық нормаларға сәйкес келеді ме, келмейді ме, соны тексеретін боламыз. Нақтылай. Бірақ көлік 2016 жылғы, дәл қазір бізде 2025 жыл, желтоқсан айы. Міне пистолет атты, 55 литр бензин кетті. Мына жерде пробегін фиксировать етіп жатырық, 169.301 км. Яғни заправкадан шыққан кезіміз қазір. Трассада 110, 120, 60 де жүретін жерлер бар. Яғни камерасы бар жерлер. 100 км жүріп келіп, Сарыағаш қаласына тоқтаған сәтіміз, тоқтап жатқан. Яғни Шымкент қаласынан Сарыағашқа дейін ровно 100 км жүріп келіп. Яғни ровно 100 км жүрген кезіміз. Қазір сіздерге пробегін көрсететін болам. Сарыағаш қаласында заправкаға тоқтап жатырмыз. 169.401 км жүргенбіз ровно. Яғни бұл трассаныкі, аралас емес. Бұл жерде жаңағыдай қайтадан полный бак бензин құямыз. Қос жаңа пробегін. Әшін зажинаешься. Жоқ, бұл жай жүріп келмесің қазір. 401 км, ровно 100 км жүріп келдік тұрыш. Асылым, тада пистолет атқанға дейін қойжамыз. Бензин расход нетіп деп отырық та. Телефонға түсіріп. Ровно 100 км жүріп келдік. 100 км? 100 км. 301-де полный бак пистолет атқанға дейін қойдық та. Шамал бір бас жер 55 литрге сәл жетпей тұрды да. Енді қазір 401 болды километраж. Енді құйып атты 100-ге қанша жейді? 9. Bir başlayalım işte. Bol. Bol. 2300 km. Ровно 10 GB. Benzinin özünde. Onda havalar arasında koyma jetler. Жоқ, Чимкенттен келатыр қой. Иә. Болды, жақсы рахмет деді. Каспий не? Көр. Каспий. Ассалаумағалейкум. Кешегі Kia K7 2016 жылғы 2/4 GDI расходын өлшеген болатынбыз. Трассада 25 Шымкент қаласынан Сарыағашқа дейін 10 литр ғой. Видеода көрген боласыздар өздеріңізде. Енді осыған газ қоямыз. Көлік Кореядан келген. Жақсы. Трассада 10 литр жетіп тұр. Былайынан
қалада ауыл арасы. То есть аралас 13-14 литр жейді. Көріп тұрғандарыңыздай алдарыңызда GDI мотор, Hyundai'дің моторы 2-4 литр. Енді бұл көлікке газ қондыратын боламыз. Алдарыңызда газ қойылмай тұрған кезі, газ қойылмай тұрып қанша литр бензин жеді, оны есептеп алдық. Көліктің жағдайы жақсы жалпы. Газ қойып болғаннан кейін қанша газ тұтанады жейді, соны есептейтін боламыз. Қазір алдарыңызда көрсетіп жатқан Принц деген газы баллон оборудованиясы голландиялық, яғни сапасы өте жоғары. GDI моторларға осы именно Принц жақсы жүретін болады. Бағасы шамалы қымбат, бірақ әрине сапалы зат арзан тұрмайды. Туыл сол көлік. Мынау қойылу барысы, енді мына жерде қойылу барысы әрине газы. Енді біраз кадрлар өтіп түсіріп үлгермей қалдым. Жаңа жұмыс істеп жатқан екен, ыңғайсыз болды. Форсунканы тескен. Мына газовый форсунка. Асты тимейтіндей кронштейнге қатырып, мынау фильтр, мап сенсор мен шлангысы. Мынау редуктор EVP 500 деген. Суды печканың подача аппаратына жалғанымыз. Кронштейн қойып, ештеңе кедергі келтірмейтіндей қойдым. Мынау диагностика түсіретін радио, предохранитель тұратын қорабымен бірге. Жалпы газ қою кәдімгі газдан қарағанда шамалы қиындау. Проводтар, сымдар өте көп жалғайтын. Керегі бар, оның ішінде керек емесі бар. Бұл Принц деген газ машинаның миымен тікелей бірге жұмыс жасайды. Канхай канлау жалғанады. Бензин форсунканың өзіне 3 проводтан жалғанады. 4 цилиндр болса да жептер уақыт алады әрине. Мынау өзінің машинаның миы, сол штекерлерін суырып, солардан пиндарын қарап отырып жалғау керек болады. Өзінің документімен бірге келеді. Документіне қарап, мынаның нумерациясымен салыстырып, түсінде қандай провод аты да жазылып қояды. Принцтің бір жақсы жері осы. Мынандай провод, мынандай түсте, мынаншасынша пинда деп кәдімгі көрсетіліп тұрады. Соны бензиновый, бензиннің блок управлениесінде қандай проводқа жалғау керек екені көрсетіледі. Былай оңай болып көрінгенмен жұмыс барысы әжептәуір қиындау. Мына жерде уже почти баллонды, форсунканы, редукторды, шлангілерін тартып қойғам, енді проводты жалғауға келіп тұрған ба маңайда. Проводтардың барлығын гофрамен дұрыстап қаптап, аккуратно әрине сапалы қойып. Короче, газдың документтері. Заправочный вечерался. Баллон. Посмотрим, поставим заходим. Көрсетіп қойдым, мынаған гофрам жетпей қалды енді. Ертең көре береміз. Главный газдың магистралі гофрамен өткен. Мына жағында да гофрамен. Хомуттармен тартылып тұр. Чөтке бұл қысылық жоқ. Мұхит жоқ. Касамаса бәрі бітті. Енді қалған бәрі бітті. Диагностика. Аккумуляторың. Даже гофрамен оратылған жерінен наклейкасымен бірге тұрған. Бір қалам білам деген нәрсе жоқ. Ақтан бәрі аккуратно тұр.
до конца изолентамен оратылган. Ассаламу алейкум. Мына кешегі киякасы. Толыққанды газ қойып кеттік. 54 литр баллонмен. Принцип оборудованиясын қойып. Кнопка переключениемде. Көлік ақаусыз әдемі оталыптар дәл қазір. Енді 1000 теңге газ құйып келеміз, Құдай қаласа. 1000 теңге газ құйып тексеріп настройкасын шығарамыз. Сосын егер бәрі дұрыс болса, ары қарай 100 км жүреміз. Газбен қанша жейді? Расход өзгеріс бар ма? Қанша процент бензин жеп жатыр? Бүкілін айтатын боламыз. Алдағы уақытта бүкілін айтатын боламыз. Тексеріп болғасын әрине. Газ 54 литр баллон. Енді клиенттің қалауымен мынаны заправочныйды көзді теспей былайынан салонда қалдыратын болдық. Көлік әдемі оталып тұр. Ашып ештеңе жанбайды. Көлік таза оталып тұр. GDI желіктер қысып тұр. Қасанда жағанды компьютерін арапы. Диагноз қойып. Мынау сұрдақын әкелі. Мынау қалдырып тұрады. Касса полностью в управлении изолентамен. Ассаламу алейкум. Мына кешегі Kia K7 газды қойып кеттік. Принц деген оборудование. Газды қостық. Бүкіл әдемі істеп тұр. Бірінші миы газдың. Капнуться фильтр на центре. Привычка. Газды қойып кеттік. Газды әдемі істеп тұр. Принц. Баллон 54 литр. Енді қазір алдымызда заправка тұр. Заправкаға кіреміз. Кешегінде пистолет атқанша бензинді құямыз да ары қарай 100 км есептейміз. Қазір машина әдемі істеп тұр. Обороты ойнамайды, ешқандай нарекание, ошибка жоқ. Кнопка ойнамайды. Бензин, газ. Заттарға мән бермейміз. Баллон міне 54 литрлік баллон. Мультиклапанмен. Клиенттің қалауы заправочный шлангын осылай шығарып беру. Кузовты теспестен осылайынан шығарып берді. Шығарады да заправка жасай береді. Ештеңе мешайды кетті, өз алдына жата береді. Қазір бензин құямыз и есептейміз қанша жейді. Заправкаға айдасай. Өз полный болып тұр, қайғын полный болғанбыз осы газ болмастан. Дәл той жатыр. Заправкаға кіріп, бензин құйып, өлшейміз.
Көбісінің мазалайтын сұрағы осы ғой. Қанша жейді, қалай жүреді, бағасы неге қымбат. Өйткені бұл сапасы өте жоғары газ. Принц деген оборудование. Ол әлемдік бренд. Пистолет атқанда құйдырасы? Иә. Қазір көздеріңізше тақырып тұрған. Бензин құямыз. 100 километр жүреміз. Негізі 90-ға 10 жетті. Бұл видео чтобы сіздерге көз жеткізу үшін. Қазір бензин жүріп отыр. Пистолет атты. Онда 300. Пистолет атты, тоқтады. Мен өзім тоқтатқан жоқпын. Тағы да бір басып кетіп тұрып, атып отыр уже. 2300 теңге. 2500 теңге болса. Осындай тасы да olmuyor. Ya. Şurada on. Yetmiyor, 5 tane kaldı. Жақсы рахмет. Кетеміз. Құдай қаласа жүреміз. Оталған кезде де қазір көрсетемін. Көлік оталды. Бензинге оталды. Қазір камера маркет етіп көрсетіп тұрды камера. Километр 169-515. Алып кеттік жолымыз өсін. Трассада 110, 120 кетіп барады. Ешқандай нарекание жоқ. Қазір ровно 100 км жүргенге тағы заправкаға тоқтаймыз. Бензин кепіп көреміз. Қанша бензин кетті, то есть. Расход мына жақта да көрсетіп тұр ғой. Онда 9 жеп отыр, онда 500.
qancha jeb atrofini ko'rsatib. Tushirmash minut baravarimiz. Жаңа kamerada 60 ga shamol tushirganingizlar, endi bu yerda to'xtasin. Жаңа muzikada ham ketaveradi. Master deb qo'yadi. Abarat 2 jam abaratda. Kechagida kelarda o'say 120-110 mingga. Sqaladi pametda. Endi бұл жерде айтайын дегенimiz, газды қойғаннан кейін қалай жейді бензин, газды қоймай жатып қалай болады? Өзгерістер бар ма? Бензин, бұл GDI системада бензин түсіп отырады 10%. Яғни бензиннің форсунка жанып кетпеу үшін. Перевалға қарай жүріп келе жатырмын. Газ қойып болғаннан кейінгі сәттері ғой енді мынау. 120, 130, 110 камера бір жерде 60 пен аралас жүріп келе жатырық. Газды қою қоймау әркім өз еркінде әрине. Бірақ принципті қоюға бола ма, болмай ма деген түйін ғой. Әрине қоюға болады екен. GDI системамен әдемі жүреді. Үйлеседі әдемі бір-бірімен. Перевалға да, қалаға да, трассаға да, қалай режимде болса да зор жүріп келе жатыр. Машинаны қинамай күнделікті қалай айдап жүріп, дәл сол режимде айдап жатқан кезіміз. Енді 100 км ерінбей жүрген себебіміз ол халыққа шындығын көрсету. Көбісінде 95-ге 5 или 60-ға 40 сомнение болады, сол сомнение болмас үшін. Міне 90-ға 10% бензин, 90% газ жеп жатқан көрсету. Қазір бензинде газда құйып алып, Сарыағаш қаласынан Шымкентке қарай жүріп келе жатырмыз. Шымкентке барып, бензин құйып көреміз. Қандай болады, қалай болады. Негізі көліктің өзі 10-ның үстінде жеп жатыр бензин. Короче, жолда келе жатырық. Газда өзіне-өзі машина өшіп қалды. Чекпек ештеңе жоқ ашықта. Просто газға қосылмай бензинмен оталып, газға қосылмай шамал күттік. И обратно оталдырып едік, оталып кетті. Оборот стаптырып өткізетін, то есть не болғанын білмейміз. Бірақ қазір компьютерге түсіріп көреміз. Қараймыз не болған. Не үшін олай өшіп қалды. Историяда ашып болады по-любому. Ну, мына чек ештеңе жоқ. Газдың историясын көреміз. Қалаға жақындап қалды. 169, 602. Сонда қанша километр жұмса? 514 еді. 603 қалды. Почти 100-ге жақындап қалды қалаға. 100-ге барып бензин құямыз и газ диагностика жасаймыз. Қалаға келдік. История тартқанша көрейік қазір. 1 литр 500 грамм, 1,5 литр, короче. Ana. 355 tenge oldu. 100 kilometrege xudo qalasa 1,5 litr benzin jeydi desek-ku. Hozir mashina o'toldirib ko'rsatdim. 카드를 넣어주세요. жаңа бір төбе етіп қалды. Может дағдыланып жатыр ма, уже білмейміз енді. Қазір проверим 169 611.
169 611 oldu. Ha, осындай. Короче. Ендігіде қас шетке шығып дұрыстап түсіретін боламыз. Заправкада что видеоны өткізіп алмаған. Километраж айналдырмайық, бензин құймайық. Не болды? В общем, осындай. 355 теңгеге газ құйды, 100 километрге короче. Бензин ба? Қалай енді? Өзім. Сөйтті ғой жаңа. Оған ақшам жетеді деді ғой короче. 1,5 литр кетті де. Бірақ өшіп қалған болмай қалды. Не үшін өшті қазір компьютерде көреміз. Троллейбусы қалаға. 100-ге 1 литр сонда құйып жеп алма? 1,5 литр жейді. Жалпы одан кейін компьютерге салдық, ешқандай ошибка ештеңе шықпады. 160 пен қайттық артқа ауылға қарай. Яғни түйін газ қоюға болады екен жидек көлігіне. Әдемі жүрді. Әлі күнге дейін ошибкасыз жақсы жүріп тұр. Кімде қандай сұрақтар бар, қоя берсеңіздер болады әрине.